Бұл айттың айындына, айт майданына келішкенде Алла Тағала періштелерге айтады екен, періштелерім мен сіздерді куә қыламын. Бұлардың Рамазан айында тұтқан оразаларының, оқыған намаздарының сауаптарын өзімнің разышылығымды жана кешірілігімді беремін деп. Жаратқан Алла Тағалам дағы бір жолы айтыңыздарды мағарек қылсын, қабыл қылсын. Барымызға Алла Субханаху ва Тағала жақсылықтарды насип қылсын. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сіздерді Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің атынан Улуу Ораза айт майрамы менен құттықтаймын. Бұл айық күн ар бір үйге ырыс-құт, өлкөбүзгө биримдик алып келсин. Диндер аралык достук чыңдалып, улуттар ортосундагы ынтымак бекемделсин. Дүйнөгө тынчтык орноп, Кыргызстаныбызда жакшылыктар арбын болсун. Кечиримдүүлүк менен кең бейилдик жарандарыбыздын жаңы турмушка жетелеп, араздашкандар азайсын. Колунда жоктордун капчыгы кампайып, кампасы даңга толсун. Кайрымдуулар көбөйүп, кайгыргандардын кабагы ачылсын. Кудайым ар бирибиздин аруу тилегибизди кабыл кылып, кубанычтарыбызга кубаныч кошсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Сами'аллаху лиман хамида. Ушул жерде кол жайып тургандарга байланыштыруу канча мархумалар өткөн болсо баарына калыс кубанычтарды өзүм кабыл кылдым. Айтыңыздар баары